Қайырлы күн достар, 2024 жылдан бастап Каспи приложениесінен ИП төлемдерін қалай төлейміз, сол жайында көрсететін боламын. Каспи приложениесінде госуслуги бөліміне кіреміз. Осы жерде астына түскен кезде платежи для ИП. Осы жерде тұрған бірінші отчисление и взносы за ИП. Кіреміз осыған. Енді ин ИП, ИП егесінің инін жазамыз. Және периодты таңдаймыз. Январь 2024 жыл. Применит. Январь айынан бастап біз максималды пенсионкамызды салатын боламыз 66.200 теңге. Келесі соц отчисление. Бұл жерге максималды 20.825 теңге. Енді келесі бізде медстраховка өзі автоматически шығып тұр 5.950 теңге. Келесі бізде 2024 жылдан бастап ИП егесі өзі үшін пенсионный төлейтін болады. Бұл бізде міндеттелген. Минимальный бізде 1275 теңге, біз максималды төлейтін боламыз. 9930 теңге деп жазамыз. Енді келесі мына жердегі оплате деп төлем жасайтын боламыз. Осылайша Каспи приложениесімен барлығын бір бөлімнен төлей аламыз.